Сәлем ханымдар, бүгін мен сіздерге жабыспайтын, жыртылмайтын, езілмейтін қамырды жаю түрін көрсетемін. Осылай лақтырсаңыз да, мыжысаңыз да, ол өте сондай әдемі, езілмейтін, ұнды мүлдем талап етпейтін қамыр болады. Сіз оны бешбармаққа да, мантыға да, пельменге де қолдана аласыз. Ол үшін бізге 1 килограмм ұн және 400 грамм су, 2 жұмыртқа және тұз салуыңыз қажет. Бір ас қасықпен сұйық май қосып, бұл біздің қамырымыздың эластичный болуын әсер етеді. Осылай қолымызбен ақырын суды құйып отырып илейміз. Барлық қамырдың негізгі сыры ол илеуінде. Сондықтан қатты қолымызбен басып, бар күшімізді салып, қамырды бір-бірімізге біріктіріп, осылай жұмыс жасаймыз. Бұл қамыр барлық тағам түрлеріне кете береді, өте әдемі болады. Осылай қолыңызбен басып, илеуін келтіреміз. Сосын оны пакетке салып, салафанға 20 минутқа өз бойы көтерілгенше демалдырып қоямыз. Осылай демалған қамырды екіге бөліп, шет-шетін алақанымызбен қолымызбен басамыз. Бірақ рет қыздар, осы кезінде ғана ұнды себеміз, яғни бастапқы ғана кезінде осылай қамырдың ортасына жақындатпай, барлық күшті оқтаудың шетіне, яғни қамырдың шеткі бөлігіне салып жая бастаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай ешқандай ұнды әлі сол бастапқы кезден кейін әлі сепкен жоқпын. Дастарханымызға жабысып жатқан жоқ, ұнды талап етіп жатқан жоқ, бір-бірін орап жатқан кезде бір-біріне жабысып қалып жатқан жоқ. Ұнсыз қамыр жаю тәсілі. YouTube каналыма тіркеліп, қоңырауды басып, лайк басып, пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Осылай жайып, қамырымыз өте әдемі болады. Жайып көрейік. Міне, қамырымыз дайын болып қалды. Өйткені дастарханымыздың узоры көрініп тұр. Өте сондай әдемі қамыр болды. Енді біз оны тексеріп көрейік. Жыртылатын, жыртылмайтын, міне, лақтырып көрдім. Қамырымыздың ешқандай жері жыртылған жоқ. Өте әдемі. Бүктеп, қайтып жайсақта қалпына келетін қамыр. Қолымызбен кішкене созып көрейік. Міне, көріп тұрғандарыңыздай еш жеріне ешқандай да жыртық пайда болған жоқ. Үйлеріңізде жасаңыздар. Қамыр жаю тәсілін, қамыр илеу тәсілін осы видеодан кейін өзгертіңіздер. Міне, айтқанға көніп тұр. Бұл қамыр өте сондай керемет болып шығады. YouTube каналына Бекенова Жансая деп іздеп, ұнсыз, ұнды мүлдем талап етпейтін өте керемет қамыр жаю. Жабыспайтын, жыртылмайтын, езілмейтін
осылай төрт бұрыш тығып мен кесіп жатырмын. Қараңыздар, өте керемет, ұнды мүлдем талап етпейтін сондай әдемі қамыр. Жұқалығы да өте әдемі. Арасына ұн сеуді талап етпейді, бір-біріне жабыспайды. Жасап көріңіздер.